табиғат қорғаны. Атадан балаға келе жатқан табиғатымызды көзіміздің қарашығындай сақтап, анамыздай аялап, келе жатқан ұрпағымызға таза етіп қалдыруымыз керек. Табиғат адам бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат сыйлай білетін әсемдік әлем. Ата-бабамыздың ұлағатты сөздерінің бірі: атаңнан мал қалғанша тал қалсын. Бір тал кессең, 10 тал ек. Бұл сөздердің астында терең мағына жатыр. Табиғат мынау тұнған бақ, жаратқан Алла бізге арнап, желегін жасыл жел тербеп, құлпырған қырда қызғалдақ. Табиғат талай нұрланбақ, жүректен жыр боп жырланбақ. Қазақстаным мен үшін жаһандағы Иран бақ. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат пен адам қатар ұғым. Адамсыз табиғат, табиғатсыз адам өмір сүруі мүмкін емес. Адам табиғатты қасиет тұтуы керек. Табиғат тіршіліктің құт берекесі. Табиғатты қорғау міндетіміз. Қазіргі кезде экология мәселесі нашарлап кетті. Табиғатты қорғау, сақтау қазіргі жастардың қолында. Қазақ халқында табиғатты құрмет тұтады. Адам табиғаттың патшасы деген ұғым бар. Сондықтан табиғат адам үшін асыл ана. Өйткені адам баласы табиғаттың тіршілігінде өсіп, өніп жетілген. Табиғат ырыздықтың, ырыс пен мол қазынаның қайнар көзі. Адам денсаулығының сенімді сақинасы. Қазіргі табиғаттың ластануы үлкен мәселе. Бұл барлық дүние жүзінде қарастырылуда. Табиғат сөз жетпес сұлулық, баға жетпес қазына, көз тоймайтын әсемдік, айтып жеткізе алмайтын қыры мен сыры мол құбылыс. Болғанмен қазір сол табиғат нашарлап ластануда. Соның салдарынан адам өміріне қауіпті жағдай тудыруда. Табиғат жаны нәзік жаратқаннан жауапсыздық келтіреді, оған нұқсан. Адамдар немқор айлық танытпаса, байлығын төгіп берер асып тасқан. Табиғаттың құпиясы тұңғиық, көз жетпейтін мұнарадай бір биік. Естіп біліп сырын ұғып жүрейік, жүректерге өшпес жалын нұр құйып.